Сәлем достар, сіздермен Айжан. Менің ардама келгендеріңізге қуаныштымын. Бүгінгі менің видеомда тақырыбынан көріп отырғаныңыздай, яғни өз-өзіңізге деген сеніміңізді қалай арттыруға, орысша айтқанда даже как быть уверенным в себе человеком. Осы сұрақтың жауабына ұзақ іздендім. Бүгін мен сіздермен соның барлығымен бөлісемін. Егер қызық болса, онда видеомызды бастайық. Адам өз-өзіне қалай сенімдігін арттыру керек? Негізі былай ойлап қарасамыз, қандай адамдар өз-өзіне сенімді? Мен бірге отырып елестетіп көрейік та, өз-өзіне сенімді адамды кім деп көресіз, қалай көресіз? Мен мысалы көзімді жұмып елестетсем, арқасы тіп-тік, басы осы төмен қарап, жерге қарап тұрған жоқ, тік алдына көзінде бір от жанып тұрған, өзіне қарайтын, шымыр дейміз ғой, тұрақты көптеген дене шынықтырумен айналысатын адамды елестетемін. Және де оның сөйлегенінен, әдеби тілде ешқандай дисфемизм дейміз ғой, ондай сөз ешқандай қолданбайтын, сондай бір адамды мен өз басым елестетем. Ең алдымен өз-өзіне сенімді болу үшін, ағылшынша бір керемет сөз бар, fake it till you make it, яғни ол сен өз-өзіңе сенімді адам ретінде бар адамдарға көрсет. Жүріс-тұрыстарыңызды сенімді адам ретінде көрсете біліңіз. Екінші кеңесім, бұл өз-өзіне сенімді адам, ол қандай? Сіз егерде универде немесе мектепте оқысаңыз, мектепте бір сабақты алайық, физика дейік та, физикадан бір рет сабақ айттыңыз, мұғалім сізге мысалы 5 қойды делік да, одан соң келесі күні бақылау жұмысын жазғанда да одан да 5 алдыңыз. Өз-өзіңізге бір сенімділігіңіз арта бастайды да, одан кейін сізді олимпиадаға шақырады, олимпиададан тағы да бір керемет орында аласыз. Осылай кішкентай жетістіктерден соңында сіз физика деген сабақты жақсы көріп, онымен қоса, сіз бұл сабаққа сенімділігіңіз артады. Яғни мен білем деп нақты айта аласыз. Неге? Себебі сіз күнде сабаққа дайындаласыз, тақтада есеп шығарасыз, мұғалім сізді мақтайды, бақылаулардан күшті баға аласыз. Осының барлығы, сондан менің айтқым келетіні, кішкентай жетістіктерден, бұл мен сіздерге, яғни мектептен мысал келтірдім. Ал негізі кәдімгі өмірде кітапты бастайын дедіңіз, сол кітапты бастайын деп өзіңізге мақсат қойдыңыз, ол кітапты бітірдіңіз. Ол кезде, мен мына кітапты, мысалға, үлкен бір кітапты алайық. Мысалға, менде қазіргі таңда осы кітапты бітіру керемет кітап, қазір әлемдік бестселлер. Осы кітапты мысалға сіз оқыдыңыз делік да. Сіз осыны кітапты оқыдыңыз, көріп тұрсыз қандай үлкен екенін. Осыны бітіргенде өзіңіз, вау, мен қандай молодецпін да, өзіңізге деген сенімділігіңіз артады делік. Одан кейін сіз күнде бір воркаут жасап, күнде дене шынықтырған сайын, өзіңізге айнаға қарасаңыз, келбетіңіздің өзгергені, денеңіздің біраз керемет формаға ауыса бастағаны өзіңізге ұнай бастайды айнаның қасында. Жақсы көріп және құрметтіңіз өз-өзіңізге деген біраз артады. Одан кейін тағы бір жетістікке жетесіз. Жұмыста сізді самый лучший сотрудник деп айтады. Одан да осындай кішкентай жетістіктерден жиналып адамның өзіне деген махаббаты және де өзіне деген сенімдігі арта бастайды. Осыдан сізге айтайын дегенім, блокнот немесе өзіңіздің бір ежедневнигіңізді бастаңыз, күнде қандай жетістікке жеттіңіз. Мысалы, мен бүгін ерте тұрдым, кешеге қарағанда дейсіз. Бұл негізі ол да жетістік шыны керек. Одан кейін мен бүгін ерте жаттым, өзімнің режимімді жөнге келтірдім, я начала правильно питаться, дұрыс тамақтар жеп, бүгін көкөніс сатып алдым, немесе әртүрлі жем-шидектер алдым деп. Оның да өзі біраз жетістік. Одан кейін сізде кейде әр адамда болады ғой, депрессия сияқты, немесе өз-өзіңізге сенімсіздігіңіз, тек қана көрпенің үстінде, төсектің үстіне жатып, сериал қарап, ештеңе жасағыңыз келмейді. Әрине, ол барлық адамда болады. Осы кездерде өзіңізге деген мотивация ештеңе жетіспеген жағдайда, сол бір өзіңіздің күнделігіңізді, ежедневнигіңізді алып, өзіңіздің бұрынғы жасаған жетістіктеріңізді бір рет оқып шықсаңыз, сіздер білесіз бе, қандай бұл энергетика береді. Бір мотивация пайда болып, соны жасап кетесіз. Бұны сіздерге сол айта аламын, себебі өзімде де сөйтемін, менде де ондай сәттер болады. Достар, бүгінгі менің айтайын ойым сіздерге түсінікті және де дұрыстап жеткізе алдым деп ойлаймын.
егер де осындай бір тақырыптарға видеоролик көргілеріңіз келсе, төменде жазуларыңызға болады. Өзіңізге деген махаббатыңызды, self-love, love yourself деп бүкіл айта береді. Оған қалай жетуге болады. Сіздермен бүгін болған Айжан. Шыны керек, мен ұзақ уақыттан бері қазақ тілінде видео түсірмегенімді білемін. Бірақ мен осы күннен бастап, яғни микс дейміз ғой, қазақша және орысша біраз видеолар түсірем деп ойлап жатырмын. Өздеріңізге ұнайды деген ойдамын, сондықтан менің арнама жазылыңыздар. Егер ұнаса лайк басып, келесі менің видеомда кездескенше мен сіздерге сенемін. Сіздерде барлығы жақсы болады және жақсы деген ойдамын. Пока! Жақсы күндерде көріскенше.